Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сыбырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қаза қазанғап дәулет көрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей. Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу. Қайырлы күн, қадірлі күйсүйер қауым, біз күй шашу хабарын бастаймыз. Эфиріміздің саунд операторы Назым Еркін қызы, бейне инженер Анар Рахметолла қызы. Күй шашу хабарының бүгінгі қадірлі қонақтары Астана қаласы әкімдігінің Ермек Серкебаев атындағы нөмірі 3 балалар музыка мектебінің ұстазы, домбырашы Бақытгүл Сәметова және Бақытгүл апайымыздың шәкірттері Райымбекова Әмина, Қанат Ажар, Базарбай Аяру. Ал қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бақытгүл, қыздарымыз Әмина. Әмина қайсы? Әмина жанымызда тұрған ғой, Әмина. Ажар. Ажару, Ажар төрді отырған. Аяру. Мен. Аяру, ал керемет. Мынау енді менің есіме осы күнгі Бақытгүл. Менталитет дейтін дүние бар ғой өзі. Кейде бас бермей кетеді, бой бермей кетеді. Соның бірі мынау біздің қазақтың қара көздеріне өзіміздің балапандарымызға ат қою. Мына жерде қараңызшы, қандай әдемі аттар мынау. Әмина дейді. Әмина атты қандай қазақтың атақты елге белгілі қызы өткен. Әмина Өмірзақова деген актриса апайымыз өткен, Тақиялы періште деген киноны көрсеңіздер, сонда ойнайтын. Ажар деген қандай әдемі ат. Ажар. Аяру деген қандай әдемі ат. Апайымыздың аты да керемет екен, Бақытгүл. Әрі бақыт, әрі гүл. Ал енді әңгімемізді бастайық, Бақытгүл. Тағы да қош келдіңіздер деймін. Мына біздің күй шашу бағдарламасы, Бақытгүл. Бұл жалпы қазақтың күй өнеріне арналған. Бұл хабарға біз қазақтың атақты дәулескер күйшілерінен бастап, анау ауылда жүрген ел ішіндегі күйшілерді, және енді танылып келе жатқан аты белгілі жас домбырашыларды да. Сосын кейін өздеріңіз сияқты мектепте еңбегі көпке көріне қоймай, былай айтқанда елене қоймай жүрген ұстаздарымызға да, сол ұстаздардың мына осы балапандарымыз сияқты шәкірттеріне де арналған. Жалпы күйге, жалпы қазақтың ұлық аспабы, музыкалық аспабы, домбыра аспабына арналған хабар болды. Сондықтан біздің шақырсақ деп жүрген бір қонақтарымыз өздеріңіз боласыздар. Біз сіздер арқылы қазақтың мектебінде, қазіргі музыка мектебінде қандай жағдайлар болып жатыр. Ол балапандардың күй қорында, былай айтқанда репертуарында қандай күйлер тартылып жатыр. Бұлар қазіргі заманауи күйлерді біледі ма? Білсе оны тарта алады ма? Кешегі мен бүгінді жалғап жатырмыз ба? Деген сияқты сауалдарды көпшілікке айтатын боламыз. Әлбетте әңгіменің арасында біз күй шашу болғаннан кейін бүгінге дайындап алып келген күйлерімізді не істейміз, балапандар? Ойнаймыз. Тартып береміз, Ал Бақытгүл, күйден бұрын әлбетте өзіңізбен жақсылап танысып алайын. Осы мына нөмірі 3 Серкебаев атындағы балалар музыка мектебі. Осы Астана қаласында, Астананың төрінде. Қай жылдан бері жұмыс істейсіз бұл жерде? 2007 жылдан бастап осы жерде жұмыс жасаймын.
домбырашы, мұғалімін. Көптеген шәкірттерім бар. тәрбиелеп жатқан. 2007 жылдан бері сабақ берсеңіз, сіз осы мектептің бір қадірлі, белді ұстазының бірі екенсіз. Еңбек өтіліңіз 23 жылдай бар. оның үстіне мына тәжірибеңіз, тәжірибе деген дүние жылдармен келеді ғой. Мынау сізге жас ұстаздар, мұғалімдер келе ма мектепке? Жұмыс істеуге? Келеді. Қазір көбінесе жастар келіп жатыр. Мен негізі өзім еңбегімді домбыра сыныбын осы сабақты Аягөз қаласынан бастағам. Қазіргі енді Абай облысы дейміз ғой. Аягөз қаласында ең бірінші 2002 жылдары, сол жылдары бастап сол жерде жұмыс істей бастағам. Өнер мектебінде. Содан кейін осы жаққа жаңағы жұмыс бабымен осы жаққа келдік. Астана көркейсін, соны көрейік деп осы жаққа келіп 2007-ден бастап номер 3 балалар Ермек Серкебаев атындағы балалар музыка мектебінде жұмыс жасап жатқан жайым бар. Астананың тұрғыны болу да бір бақыт, бір ерекшелік. Жаңағы сұрап жатқаным, кейінгі жас оқытушылар, сіз сияқты тәжірибелі ұстаздардан сұрап кейбір дүниені, тәжірибе алмасу, былай айтқанда. Сізде олардан бір нәрсе сұрауыңыз мүмкін ғой, мысалға. Кейінгі жастар, олар кейінгі толқын, олардың бір өз заманының бір кереметтері болады. Сондай алмасу болып тұра ма мектепте? Әрине, қазір бізді енді куратор дейміз ғой. Жаңадан келген Ақманар Абатқызы деген жаңадан келген домбырашы қыз бала бар. Сол қыз балаға мені куратор қылып тағайындап қойды. Ол баланың жаңағы қарайым, ол да менен сұрайды, тәжірибемен алмасамыз. Мен білмейтін жерлерді одан көрсетіп, жаңағы қазір қалайнан болып жатыр. Қазір күйдің де өзі бұрынғы біздің ойнағанымыз басқаша, қазір басқа нұсқаларда шығып жатыр ғой. Сондықтан одан да кейде тәжірибемізбен бөлісіп жатамыз. Өте қызықты жастармен жұмыс жасаған. Осы тәжірибе алмасу дейтін бір керемет дүние бұл. Біз мынау Құрманғазы атындағы консерваторияда оқыған жылдары, Бақытгүл, қазақтың осы ата аңызға айналған, бір қазақтың күйшілік мектебін ұстап тұрған, бір дәстүрді жеткізген күйшілер ұстаздық еткен еді. Мысалға Сәдуақас Балмағамбетов, Қазанғап мұрасын жеткізуші, тірі Қазанғап атанған. Мәлғаждар Әубәкір, қазақтың атақты композиторы, домбырашы, Талас деген күйдің авторы. Қаршыға Ахмедияров, бүгінде өмірден өтіп кетті. Айтайын деп отырғаным, қазір ол кісілердің соңында мынау Әбділхамит Райымбергенов ағамыз қалды. 70-ке келдім, асты ғой дейін. Осы кісілердің бәрі менің көз алдымда Қазанғаптың күйін тарту керек болса, анау Сәдуақас Балмағамбетовке бар, ол жақсы тартады дейтін. Ана студент сол кездегі талапкер, содан барып үйренетін жаңағы күйді. Болмаса батыстың болат күйлерін анау Қаршыға ағаларынан үйреніңдер. Осындай бір керемет алмасу болатын. Бұның мына оқушыға беретіні әлбетте көп. Әлбетте көп. Ал енді 2007-тен бері жұмыс жасап келе жатсаңыз, мектептен әрі қарай жалғастырып, осы өнердің даңғыл жолына түскен шәкірттеріңіз бар ма? Бұны мен сұрап отырған себебім, мына музыкалық мектептен әрі қарай жалғастырып кете қоймайды көбіне. Негізі бір арнаулы музыкалық мектептер болмаса. Көптеген шәкірттерім бар. Шахманова Ляззат деген қыз, мысалға, ол жаңағы жақсы домбырашы, біз әлі де олармен жаңағы хабарласып тұрамыз. Сол кезде бұрынғы үйренген күйлерін әлі сол нақышында ойнап тұр. Күлеміз, жаңағы қандай қызықты, апай сол күйлерді бізге миымызға жақсылап тұрып сіңіріп бердіңіз, біз әлі күнге дейін ұмытпаймыз ол күйлерді деп. Ана ұстаздың еңбегінің жемісі сол ғой негізі.
Ақжол Ильяс деген бала ары қарай бітірді, жалғастырды ол балада. Ақжол Бегүл деген қыз бала бітірді. Айгөз қаласынан енді жаңағы Нұркенов Рүстем. Соны мен сұрағалы отыр едім. Осы сіз келердің алдында Рүстем Нұркеновпенен сөйлесіп қалдым мен. Сонда осы келесі хабарға осындай қонақтар келе жатыр деген бұл менің ұстазым деді ол. Мен қайран қалдым. Енді Рүстем Нұркеновтың ұстазы болсаңыз әлбетте бұл керемет. Өйткені қазір Рүстемнің мынау күй тануда, күй зерттеудегі етіп жатқан еңбектері, жазып жатқан ғылыми маңызы бар мақалалары, үлкен дүниелері. Оның жалпы мынау өзінің жеке күйшілік деңгейі, жалпы күй өнеріне сіңіріп жүрген еңбегі дейікші, тұтастай. Бұл ерен. Бұл тұрғыда мен әлбетте сізге рахмет айтуым керек. Осындай шәкіртті тәрбиелеп, міне қазақтың үлкен күй майданына міне салып жібердіңіз бір сарбазда. Ал енді мына балапандармен бір-екі ауыз тіл табысып сөйлесейін күй тартардың алдында. Жанымда отырған Әмина ғой. Әмина. Бәріңізге ортақ сұрақ қояйын, балапандар. Осы домбыра аспабын өздерің ұнатып келдіңдер ме, әлде ата-аналарың алып келді ма? Жоқ. Кезек айтып өтсеңдер. Мен басқа жерлерде, например, интернеттерде көреміз. Кәдімгідей осы далада да біреулер ойнап атады. Сол кезде көресің. Қызығып, қарап тұрам. Соған қызығып. Шіркін-ай өстіп тартса. Тартқым келіп. Домбыраның үні сонда ұнады ма өзіңе? Шерткен дауысы сол. Мына қызымның аты кім еді? Мен жаңа ұмытып қалдым ғой. Ажар. Негізінде мен домбыраға өзім барғым келеді. Өзің барғың келді сеңе? Себебі... Сосын папаң мамаң айттың ба? Айттым, мен ағам болған, мықты домбырашы болған, мен де ағам сияқты болғым келді. Әкеме айттым, мен домбыраға барғым келеді деп. Әні Міне арманың орындалды міне. Сен домбыраға келдің, ұстазыңның айтқан тілін алдың. Міне қазір сол мектептің үздік домбырашыларының қатарында республикалық, бүкіл республикаға тарайтын Шалқар радиосының қадірлі қонағы болып отырсың. Бұл ненің арқасы, Ажар? Бұл өнердің арқасы. Әмина, сен ше? Мен көріп қалдым біреу ойнағанда. Ұнақ қалды. Домбыраны көріп жүрдің. Ұнақ болды? Сосын анамнан сұрағанмын, домбыраға барайыншы. Сосын ана берген домбыраға. Міне қан деген қандай, Бақытгүл? Негізі қысқаша айтып өтсем, мысалға Аминаның анасының өзі өлең айтқанды, ән айтқанды керемет жақсы көреді. Дауысы күшті. Анасынан барып тұр ғой, енді балаға дарып тұр ғой. Мысалға Ажарды айтатын болсақ, Ажардың әкесі өте өнерін қатты жақсы көреді қызының. Үйге келген кезде... Папасының ат жөні кім айта кетейік? Абзал мырза. Әминаның мамасын айта кетейік. Анасының аты Гүлнұр. Содан кейін Ажардың әкесі мысалға айтады, қазір балаларға көбінесе мына телефонда ойнауға рұқсат бермейді әкесі. Өте қатал және қандай күй өттік, соның деңгейіне жаңағы жеткізіп ойнап бер. Содан кейін кезінде былайынан айтады екен, үйге келгеннен кейін, бүгін мен таңдаймын, қай күйді сен орындайсың деп айтады екен де, бір қызығы. Содан кейін әкесі бізге хабарласып, жаңағы айтып жатады, ұстаз осылай ойнады менің қызым, сізге рахмет деп жатады. Көбінесе ата-аналардың алғысын алып жатамыз. Айарудың анасы да осы жерде келген балалардың барлығын ата-аналармен тығыз қарым-қатынастамыз, жақсы жұмыс жасаймыз, бірігіп. Сол кезде анасы да жаңағы қатты қолдайды, Айарудың анасы. Ата-ананың тарапынан қызығушылық болмаса, бұл да әсер етеді балаға. Дұрыс айтасыз. Сол ата-ананың ықпалы, сол қызығушылығы осылар болсын деп қадағалау, айтқанда қадағалауының нәтижесі ұстаздың да,
әрине, әлбетте, бұл балапандардың өздерінің де еңбегінің арқасы. Ал мына студияға бойымыз үйренді ме кішкене? Тағы да бір Еркін. айта кетері бар. Мысалға, Аминаның анасы жана бір қызықты жағдай ғой енді. Анасы өзі айтады, Аминаның көңіл күйі болмаған кезде дейді, жана бір бөлмеге кіріп алады да тарсылдатып ойнайды дейді. Сол кезде ана ашуын басады дейді домбырамен де. Сондай да бір қызықтар болып жатады енді. Ал енді міне көпшілікке жақсылап таныстырдым деп ойлаймын сіздерді. Бүгін бір ерекше, бір ұзақ кіріспе сөз болды, таныстыру болды, 15 минут сөйлеппіз. Енді біз жұрт тыңдап отыр, мына күй шашу болғасын, күйді қашан тыңдаймыз деп. Енді 15 минуттан артық болып кетеді. Бір күйге кезек берейік. Бүгін қандай күй дайындап келдік екен? Ертұран күйін орындап берейік. Ертұран кімнің күйі еді бұл? Қазір оны түрік халқына көбірек жақын деп айтып жатады ғой енді. Сол этно стильдағы күйді орындап көрейік. Бұл өзі осы балдар құмартып жүрген күйдің бірі болса керек, е? Әрине, қазіргі сұранысқа дейді ғой, мысалы, көп сұрап жатады балалар, осы күйді орындайықшы, интернет желісінен осы күйді көбірек орындап жатыр. Бәрекелді. Өздеріне ұнаса, онда қазір жақсы тартатын шығар деп ойлаймыз. Ал Ертұран күйін тыңдайық. Бәрекелді. Міне керемет. Әдем тарып шықтыңдар. Мына Бақытгүл апай, сіз Ажар екеуіңіз екінші дауысты ұстап тұрдыңыздар ғой, дей ме? Екі дауысты тарттыңыздар, е? Ал Әмина мен Айару бірінші негізгі дауысты тартып шықтыңыздар. Бұл күйден бұлай, енді бұларға сәл ертеректе шығар. Күйден не ұғуға болады осы күйден? Бір қандай сурет елестейді көз алдыңызға? Бұрынғы заманның сол... Нені? Айару, көтеріп ала ғой, өзіңе. Бұрынғы
бұрынғы замандағы жауға шапқанда сол жауға шапқанда елестетеді. Дұрыс айтады, бір жаугершілік, бір рух бар мынада, атойлап тұрған. Аттың шабысы, кең даланың дүбірі, бір рух беретін сондай күй. Адамға батырлық сыйлайтын, Осы күй тартқаннан кейін адам өз сергек, өзін бір ерекше сезініп қалады. Міне күйдің әсері деген осы мына, Мына мектеп, осы мектепті мен шынымды айтсам Астанада тұрып білмейді екенмін. 2012 жылдары біз келдік, көшіп, содан бері Серкебаев атындағы музыкалық мектеп, нөмір 3 білмей келіппін. Сондықтан бұл мектептің ішкі жағдайын және бір сұрағым келіп отыр. Қандай класстар бар, қандай аспаптар оқытылады бұнда? Шет елдің аспаптары болса да, біздің ұлттық аспаптар болса да, соны бір айтып өтсеңіз. Енді бұл мектепте негізі бұрындары жай ғана нөмір 3 балалар музыка мектебі болған. Кейіннен осы Ермек Серкебаев атындағы деп атын ауыстырды, сондай берді. Енді бұл мектептің басшылығы жаңағы директорымыз Гүлмира Жангелді қызын бастаған, сондай ол кісі енді қазақи, талапшыл, сөйтіп жетелеп келе жатыр енді біздерді. Негізі аспаптарына келетін болсақ, қазақ ұлт аспаптарында жаңағы қобыз, қыл-қобыз ба? Қыл-қобыз бар. Ана сым-қобыз бар ма? Сым-қобыз жоқ. Скрипка ұқсаған, ол жоқ па? Жоқ. Жаңағы жетіген, биылдан бастап қосылды. Шертер бар. Тағы да енді скрипка, вокал, барлық нелер бар. Домбырамен ән салу бар ма? Домбырамен ән салу бар. Тамаша, керемет. Содан кейін симфонический оркестр дейміз ғой, симфониялық оркестр. Мына пианино, скрипка сияқты әлемге танымал аспаптар оқытыла ма? Барлығы бар. Керемет қой мұны. Барлығы бар. Саксофон, үрлемелі аспаптар. Біздің қазақтың сыбызғысы бар ма? Сыбызғысы жоқ. Болашақта шіркін сыбызға ашырса, Иә. Ол кісі енді қолға аламын деді, қазақтың жаңағы келесі жылдары тағы да қосымша класстар ашамыз деді. Жетіген биылдан бастап ашылды ғой енді. Шертер ақырындап қосылды. Енді болашақта қоса жатар. Балапандарды сөйлетіп отырайын осы жерде. Жаңа сыбызғы деген аспапты айтып қалдым мен. Сыбызғы қандай аспап екен білеміз ба? Ажар? Ажарды сөйлетейікші осы. Сәл жақындап микрофонға. Сыбызғы үрмелі аспап. Үрлемелі аспап. Қазақтың көне аспабының бірі. Керемет. Айару. Қандай көне аспаптарды білесің? Ажардың сөзін жалғап өтсең, Қазақтың аспаптары сол біздің киелі домбыра, сосын домбыраның орны бөлек екен ғой бәрі, киелі деді ғой. Сол сыбызғы. Қобыз да киелі. Қобыз, Қобыз деген аспап бар, ауызбен шертіп ойнайтындар да бар. Шаң қобыз. Шаң қобыз, атын келгені. Әмина жалғайтысың енді осы тізімді. Бәрін айтып қойдық, қандай аспап қалды Әмина? Шаң қобызды айтып қойдық. Сыбызғыны айтып қойдық. Өзің тапшы саған бір жұмбақ қойдық. Домбырамен қобызды айтып қойдық. Ажармен аярып айтып қойды ғой. Екпін беретін осы оркестрде әсіресе керекті аспап қандай аспап? Ұрмалы аспаптар, ұрып ойнайтын аспаптар білесің ғой? Дабыл, даңғыра, мына тайтияқ дегенді білесің бе? Тық-тық-тық-тық деп ойнайтын. Мына осы ұрмалы аспаптар.
сазсырнай деген аспап бар, домалақ қана. Оның үскірік деген түрлері бар, неше түрі. Жаңа апайларың шертер деген аспапты айтып жатыр. Şu шертерден сәл үлкен үш шөкті домбыра деген бар. Қос бұрау домбыра дейді. Міне бұның бәрін біледі екесіңдер. Тамаша, керемет. Балапандар бәрін біліп отыр. Қолымыз суып қалмағасын және бір күйге кезек беріп жіберейік, және бір күй. Мен балдарға қарап отырмын, байқаймын, бұл күй тартқылар келіп отырлар, көздері жайнап сөйлегеннен гөрі. Енді қазіргі заманның күйшісі Әділбек Тәшімовтың ағамыздың, ол кісі енді Қызылорда өнерінің тумасы, мәдениет үздігі, саласының үздігі. Сол кісінің күйін орындап берейік, Ақ көркем деген. Енді ол кісінің 15 шақты күйлері бар. Біз жалпы осы Ақ көркемді балалар жақсы көріп, таңдап өздері. Бұл күй енді қызына, тұңғыш қызына арнап шығарылған күй ғой. Сондықтан бұл жерде қыз баланың нәзіктігін, сұлулығын көруге болады. Соны орындап берейік. Әділбек Тәшімовтың күйі Ақ көркем. Ал тыңдайық. Бәрекелді, көптен көп рахмет. Тамаша тарттыңыздар, әдемі. Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Күй шашу бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Күй шашу хабарының бүгінгі қонағын және рестеріңізге салып өтейін. Астана қаласы әкімдігінің Ермек Серкебаев атындағы нөмірі 3 балалар
музыка мектебінің ұстазы домбырашы Бақытгүл Сәметова және шәкірттері Райымбекова Әмина, Қанат Ажар, Базарбай Аяру. Ғажап тарттыңыздар. Енді бұл Әділбек Тәшімов. Бұл композитор жөнінде кішкене тарқатып айта кетсек деймін, Бақытгүл. Өйткені елге енді танылып келе жатқан домбырашы, күйші, композитор болғасын әлде де таныстыра түсу керекті. Көпшілік білгені дұрыс, мұндай жас енді келе жатқан, елге енді танылып келе жатқан композиторды, сазгерді. Әділбек Тәшімов мына Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі. Сол консерватория қабырғасындағы үздік домбырашылардың бірі болды. Жаңағы біз айтып өткен қазақтың атақты күйшілерінің бірі Қаршыға Ахмедияровтың шәкірті болды. Ең сүйікті шәкірттерінің бірі болды. Қаршыға ағамыз өмірінің соңында кішкене сырқаттанды ғой ол кісі. Сол ауырыңқырап жүрген кезде жанында кәдімгі Қаршыға ағамыздың інісіндей боп, баласындай боп осы Әділбек жүрді. Мен осыны білемін. Ал Әділбектің күй шығаратын сазгерлік қырын мен кейінірек білдім. Мынау әлеуметтік желі деген бар, интернет бар, сол арқылы жетті. Біздің өзімізге де радиоға бір-екі туындысын жіберді, көркемдік кеңеске. Тыңдап көрсем, өзінің бір әуені бар, адамды баурап алатын, балапандар. Сондай мына жазған музыкасында осындай бір бар екен. Кейбір шығармалар болады ғой, бір құлағыңда қалмайды. Мына құлағыңда қалады. Сөйтіп жүргенімізде бір күні және бір туындысын жіберді. Аты Айкөркем. Тыңдап көрсем ғажап енді. 2 домбырада тартып жазған өзі. Айкөркем. Бұл жаңағы өздеріңіз айтқандай, кішкентай қызына арнаған дүние екен, сәбиге арналған дүние. Бұдан қандай сурет көреміз, Әмина? Мына күйден балбырап ұйықтап бара жатқан сәби, егер бір кішкентай бір бөпені көріп, осы күйді тартсаңыздар бар ғой, ол жылағанын қоя қояды. Уанат, тыңдап жатып ұйықтап қалуы мүмкін. Сол өзі жағымды күй. Жағымды. Бұлай айтқанда бұл әлди күй ғой, әлди. Бесік жыры, бесік жыры сияқты күй. Мына жалпы репертуар жөнінде бір айта кетеміз бе? Балалардың жаңағы бүгінгі заманның күйлерін ұнатады деп қалдыңыз. Оны әлбетте интернеттен тыңдайды ғой енді. Қазір енді телевизордан тыңдайды. Тоғжан Жахин ағамыздың Дала рухы деген енді керемет танымал 2 дауыста жазылған күй бар. Сол күй репертуарымызда бар. Жаңағы өзіміз орындап шыққан Ертұран күйі. Микрофон жақындатсын дейді. Сол Ертұранды жаңа тарттық. Жаңа қандай күй дедіңіз? Тоғжан Жахиннің Дала рухы күйі. Репертуарымызда бар дедіңіздер ма? 2 дауыста. Бүгін көпшілікке ұсыналамыз ба? Әрине. Балапандар тартыламыз ба бүгін? Енді ішіндегі тартпасқа, аты қандай дедіңіз? Дала рухы. Дала рухы. Бұл да бір рухты шығармай екен. Қан ендеше тыңдайық.
рахмет. Ғажап туынды екен, бұл да ғажап туынды екен. Енді мына Бақытгүл ханым және мынау шәкірттеріңіз, бұл енді сіздерді шақырғандағы және бір негізгі біздің ойымыз көкейдегі. Бұл мынау қазақтың баласының, мынау қазақтың ұлттық музыкасына, домбыраның үніне, байырғы өзінің төл сазына құмар болса екен. Үйіса осы домбыраның үніне үйіп өссе екен деген ой ғой. Мысалға, біздің осы бүгінгі хабарымызды қаншама ел тыңдап отыр. Осы балапандардың үш қызымыздың, кішкентай ғана үш қызымыздың домбыра тартып отырғаны, осы домбыраның арқасында жаңағы айарып айтпақшы киелі домбыраның күйдің құдіретінің арқасында көпшілікке танылып отырғаны, осы біздің басқа да қазақтың балдарына жұғысты болады ғой, көретті, қызығады оларда. Сондықтан да біздің бұл дүниеміздің мәні зор деп ойлаймын, өз басым. Бұл жерде айта кетсем, жаңағы айару мысалға көтеріп жақтатып ала беріңіз. Айару, жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, кішкене болсын келесі ұрпағымызға бір ой салатын дүние ғой негізі. Айару бірінші классқа келген кезде жаңағы домбыраға, одан кейінгі сіңілі қызығып, ол да қазір домбырада менде сабақ алып жатыр. Ол әлі кішкентай, бар болған 8 жаста ғана. Сондықтан айару әпкесі оған үлгі болып жатыр. Әсерленеді ғой. Иә. Әсерленеді. Ал енді бір дүния бар, Бақытгүл, балапандар. Өнердің соңына түсіп, өмірді соған арнау деген дүние бар. Бір жола домбырашы боламын деп. Ол да жақсы дүние. Бірақ өнердің соңына түспесең де басқа сала көп қой енді. Мысалға суретші болдың дейік, IT саласына бардың дейік қазір. Сонда да басқа салада жүрсең де домбыраны тарта білу, өзіңнің қазағыңның домбырасын тарту, онда күй тарта білу деген бұл үлкен дүние. Үлкен дүние. Сондықтан домбыраны қай деңгейде болсын тарта білу бұл үлкен мақсат бұл. Біреу қабілетіне қарай керемет тарту мүмкін, біреу орташа тарту мүмкін, біреу нашар тарту мүмкін. Бірақ әйтеуір бір күй болса да домбыра тарту деген бұл керемет дүние. Осыны біз кейінгі ұрпақ алдымызға мақсат қып қойсақ, бізге осы күйді жеткізіп кеткен, бізге осы киелі домбырамызды табыстап кеткен, кешегі біздің атақты күйшілеріміз өткен ғасырда өмір сүрген, олардың әруағы ырза болады. Бұрынғы күйшілерді білеміз бе? Баяғы атақты, қазақтың атақты күйшілерін бір-екеуін атайықшы ғана. Құрманғазының шәкірті Дина Нұрпейісова, сосын Нұрғиса Тілендиев, Әділбек Тәшімов, міне солардың кешегі ізін басып, міне бүгінде ел ішінде домбыраға арнап күй жазып жүрген. Тәттімбет деген күйшіні естіп едіңіздер? Тәттімбет деген күйші, Сөгір деген күйші. Қазақта атақты күйшілер көп. Олардың күйлері бүгінгі аман-есен жетті. Сол күйді біз анау көмбеге бір қорға барып жазып қойып қарап отырмай, соны домбырада тартуымыз керек. Сондықтан Бақытгүл бүгінгі хабарымыздың атын біз күй аманат деп қойдық. Міне күй аманат. Аманатты кім көтереді? Ұрпақ көтереді. Сондықтан баршаңызға мен бүгін рахметімді айта отырып,
хабарды бүгін аяқтасам деймін балапандар. Және бір күй тартатын ек десеңіздер, мархабат. Тартамыз ба? Сол күйменен бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Қандай күй тартамыз онда? Бір күй тартатын уақытымыз бар ғой, оператордан сұрап жатырмын. Нұрғиса Тілендиев ағамыздың енді жекпе-жек күйін орындап. Кілең рухты туындылар алып келген екенсіздер ғой бүгін өзі. Бұл енді бұл күй жаңағы Қыз жібек фильмдағы, өзіңіз білесіз, соған арнайы жазылған күй. Бұл жерде де жаңағы рухты, батырдың жаңағы найзаның ұшымен, білектің күшімен дейді ғой енді. Сол жерлері кішкене көрінеді енді бұл күйде. Ал, тыңдайық. Жекпе-жек. Ал, көптен көп рахмет. Балапандар, талаптарыңа нұр жаусын. Бақытгүл ханым, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әлгі ұстаздың ұлағаты деген дүние бар. Ұстаздан шәкірт өссін деген сөз бар емес бе? Шәкірттеріңіз өзіңізден оза берсін осылай. Міне, керемет. Осыменен бүгінгі күй шашу хабарымыз тәмәм. Қадірлі қалайық бүгінгі күй шашудың қонақтарын бір естеріңізге салайын. Хабардың соңында Астана қаласы әкімдігі Ермек Серкебаев атындағы нөмір 3 балалар музыка мектебінің ұстазы домбырашы Бақытгүл Сәметова және шәкірттері Райымбекова Әмина, Қанат Ажар, Базарбай Аяру. Ел аман, жұрт тыныш болсын, әрқашан рухымыз биік болсын. Келесі күй шашуға дейін сау, саламат болыңыздар.